Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен хачапури по-аджарски дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы сүтке, жылы суды, құрғақ ашытқыны және қантты қосып араластырамыз. Екі қасық ұн қосып араластырамыз және тұнбаны 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін тұз және ұнды електен өткізіп қосамыз. Осындай өте жұмсақ және қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Оған сұйық майды қосып, тағы да 5-10 минут илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілем дегенше салмасын дайындаймыз. Ол үшін сырды үккіштен өткізіп, оған сүт қосып араластырамыз. Тұз қосудың қажеті жоқ, себебі сыр сулугуни кішкене соленый болып келеді. Көтерілген қамырымызды осылай 2 бөлікке бөліп аламыз және әрқайсысын жеке-жеке жаятын боламыз. Осылай домалақ қылып жайып алғаннан кейін, екі шетіне сыр салып, ортасына қарай орайтын боламыз. Дәл осылай екінші лодочканы жасап аламыз және сырдан жасалған салмамызды екеуіне бөліп саламыз. Қамырдың шетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз және қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. 15 минуттан артық ұстауға болмайды, себебі бетіндегі сыр күйіп кетуі мүмкін. Духовкадан алғаннан кейін ортасын шанышқымен кішкене ғана ашып, жұмыртқаның сарысын саламыз және шеттеріне сары майды саламыз. Жасап көріңіздер және баршаңызға ас болсын.